Менің аты жөнім Омаров Файзулла Абдрахманович. Осы өзім Созақ ауданының тумасымын. Қаратау кенішінде геологиялық бөлімде инженер-геолог болып қызмет атқарамын қазіргі таңда. Еңбек жолым студент болғаннан басталды деп есептеуге болады. Мысалы, жұмысқа тұрғанша да біз осы саланың қандай екенін қыр-сырын кішкене білдік. Университет қабырғасында біз осы практикаларда жүрген кезде жалпы таныса бастадық осы мамандықпен. Менің келуіме бір себеп болған нәрсе бар. Ол 2009 жылы Казатомирм ұлттық компаниясы мен Созақ ауданының әкімдігінің арасында меморандум болған. Меморандум бойынша ұлттық компания Созақ ауданының түлектерін, техникалық студенттерге өзінің стипендиясын тағайындап, оқуды бітірген жағдайда жұмысқа орналастыру жөнінде келісімге келген болатын. 12 бала сол жолдамамен оқуға түстік. Алғашқы келген күнім есімде. Дипломды алып, 3 аптадан кейін осында Қаратау кенішіне техник геолог мамандығына лауазымына келген. Бойынша алғанда романтикалық болып басталды қызығы жұмыстың. Корпоративтік құндылықтардың ішінде мен өзіме ең бастысы қауіпсіздік деп ойлаймын. Жалпы конституция бойынша да, біздің ата заңымыз бойынша да құндылық адамның денсаулығы, өмірі. Бұл жерде де біздің басты ұстанымыз қауіпсіздік ең бірінші. Отбасым жөнінде айтсам, отбасылымын. Университет бітіргеннен кейін үйленгем. Қазір таңда 5 балам бар, 3 қызым бар. Үлкендері мектеп қабырғасында. Қызықты оқиғалардың көбісі өзіме енді алғаш кірген жылдар деп ойлаймын. Өйткені ол кезде жаңағы айтып өткендей байланыс құралдары жоқ, сотовый связь ешқандай. Осындағы адамдар үймен сөйлесу үшін секретаршының алдында 8 телефон болатын тұғын. Соған кезекке жазылып, қанша бүйтіп сағынып жатсаң да қалайсыздар, жақсы сонымен ғана қоя салатынбыз. Сыртта шаң топырақтың ортасында спорт объектілері жоқ кезде талай футбол ойнап, шаңға аунап дегендей. Сол кездегі атмосфера дружный, әдемі болып, есте қаларлықтай болып қалды сол алғашқы жұмыс отырған жылдар. Бадминтонға профессионал емес, сол жарысқа баратын балаларға серік ретінде, напарник ретінде қызығушылық болғасын. Мүмкін соғып атса, мүмкіндік жақсы ойнап атсақ барып қалармыз дейірсен. Жалпы ұраным, өмірдегі ұстанымым, геология мысалы ешқандай әзірге толық зерттелмеген ғылым ретінде саналады. Көптеген мәселелер бар әлі. Ақыл кеңесі ретінде айтарым, қазіргі енді осы уран саласына, геология саласына келіп жатқан жастарға айтарым. Қазіргі таңдағы 21 ғасырдағы озық технологияларға ұмтылу керек олар. Сосын тек қана іздену керек, оқу керек, соны практикамен ұштастыра беру керек деп ойлаймын.